Қандай дұға айтам? Сасып қалдым да, сосын былай деп айттым дейді. Алла, мынау бауырым қайтыс болды, сенің құлың ғой. Айтар қолынан келгенше құлшылық істеді. Егер бұл менің қонағым болғанда құрметтейтін едім. Енді ол сенің қонағың болды, сен өзің құрметтеш деп қана сөзді айттым да қойдым дейді. Кейін арада көп уақыт өтті. Жаназа қатысқан бірнеше кісілер, екі адам бірдей түс көріпті. Екеуі де түсінде жаңағы кісіні жолығыпты. Не болды десе, Құдай мені кешірді. Айтыр, сол сендердің дұғаларың бар, соның ішінде жаңағы бауырымның дұғасымен Аллах мені кешіріп жіберді депті. Сосын барса, сен не дұға айттың десе, мен дұғаны білмей қалдым, ұят болды. Енді не айттың десе, мен айтқаным сол, Алла, ол менің қонағым, оны құрметтейтін ем, ол енді сенің қонағың болып кетіп бара жатыр, құрметтеші деп айттым деген екен дейді. Егер біздің сөйтіп айтқанымыздан құрметке келіп отырмаса, ондай болатынбыз, біз Құранда, сүннетте келген дұғаны жасайтын болсақ, онда өлікке қандай жақсылық істейміз да? Қандай жақсылық істейміз? Соған байланысты бір хадис бар. Жалпы Ханафи мазхабында көбінесе бізге қолдан хадисіміз Аби Хурайрадан жеткен хадисті жаназада оқитын дұғамыз. Біз айтамыз, Аллахумма ман ахията минна фахи алал ислам, ман таваффата минна фатаваф алал иман деген сияқты, өмір берсең ислам үстінде өмір бер, өлім берсең иман үстінде өлім бер деген аятта келеді. Болмаса Аллахумма фир ли хаййина ва маййитина ва шахина гайбин сойин кабир закин унсана деген дұға басталады. Осы дұғаны оқиды Ханафи мазхабында. Алла кешіре көріп, жасымызды, үлкенімізді, кішімізді, барымызды, жоғымызды, өлімізді, тірімізді деген дұғаны оқып келеді екен. Және бір дұғалар бар, ол бірнешеу. Соның және бір дұғасы бар екен. Ол дұғада Ауф ибн Малик деген кісі жеткізеді. Бір күні де бір кісі қайтыс болды, сахабалардың бірі. Пайғамбарымыз жаназа намазын оқитын болды. Мен де сол жаназа намазына келіп қатыстым. Сонда пайғамбарымыз осы дұғаны оқыды. Мен ол дұғаны естіген кезде жаттап алдым дейді. Бір естігенде жаттап алған. Сонда пайғамбарымыз айтқан екен, Алламағфир лаху вархамху, Алла кешір мынау құлыңды деп айтты дейді. Жаназа тұр, дұға қылып жатыр. Алла кешір вархамху, мейірімге бөле. وعافيه واعف عنه, сонда бір ғафу ет бұл құлыңды. Да айтады, وأكرم نزله, баратын жерін құрметте, жәннатына кіргіз деген ғой. ووسع مدخله, қабірін кеңейт деп дұға қылды дейді. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَأِ كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ, және оны күнәдан сондай тазала, аппақ киімді кірден тазалағаныңдай дейді. Аппақ киімді кірден тазалағаныңдай оны күнәдан тазала. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ, және оған сондай бір тұратын жер нәсіп ет, ол бұл өмірде тұрған жерінен де ол жақсырақ болсын. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ, оған сондай бір жан үйе достарды нәсіп ет, олар бұл дүниедегі достарынан да жақсы болсын. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ, оған сондай әйел нәсіп ет, ол әйелінен де дүниедегі әйелінен де жақсы болсын деп дұға қылды. Және айтты дейді, Аллахумма адхилхул джанната ва айзху мин азабил қабр, Алла оны жаннатқа кіргіз, қабірдің азабынан сақта, ау мин азабин нар, және дозақтың азабынан, немесе дозақтың азабынан сақта деп дұға қылды дейді. Пайғамбарымыздың өлген кісіге осылай дұға қылып жатқанын көрген кезде жаңағы сахаба айтады, Ауф ибн Малик деген сахаба айтады, фатаманнайту анакуна ана заликал майт дейді. Шіркін, мына өліктің қасында мен жатсам деп айттым дейді. Мен жатсам, пайғамбар осылай маған осы дұға қылса деп айтты дейді. Субханалла, қандай мұсылманнан басқа ешкім өлікті құрметтей алмайды. Қалған жылап еңіреп, ойбай кетті, боздағым, пәленшен, түге, балаша қайда қарды, сөйтіп одан басқа ештеңе білмейді. Ал енді шариғат бойынша соған бір дұғасын, не жаназасын, сондай айтыр, мұсылмандар өлікті сыйламайды деп жүргендердің бір өлікке барып жаназа оқуға жараматқанын көрмей жатырмыз. Бір жаназаға тұруға жарамайды да. Өзінің туған әкесі мен шешесіне жарамай жатады. Шымен сондықтан өлікті сыйлайтын болсаң, сен шынымен мән жөнін білуің керексің. Шымен жаңағы әр күйде болмау керек, бұның да шариғатта үйреткен нәрсе. Одан кейін және бір өлікке байланысты бір ісіміз қатысты. Аддуа инда идхалил майти қабраху дейді, өлікті қабірге қойып жатқан кезде жасалатын дұға. Ол енді бисмилла аля миллати расулиллах деп қоймыз керек. Аллахтың атыменен және пайғамбардың сүннетімен, жолыменен және қойдым деп жаңағы қабірге қояды екенбіз. Өлікті қойған кезде бұл нәрсесі бар. Одан кейін көміп болғаннан кейін жасайтын дұға бар. Көміп болғаннан кейін жасайтын дұғамыз, пайғамбарымыз айтқан, истағфиру ли ахикум ва салуллаху тасбита фа инну алана юсал, бауырларың үшін Құдайдан кешірім өтініңдер, оған тұрақтылық сұраңдар. Қазір сендердің бауырларың біз кеткеннен кейін сұралады дейді. Өйткені періште ол жақта сұрақ қояды, Раббың кім, дінің не, сендерге келген пайғамбар кім еді, кісі кім еді деп сұрақтар қояды. Сол үшін ол жерде жасайтын дұғамыз Алламағфир лаху ва саббитху деген дұға екен. Бұл мұсылман қорғанында бар. Егер білген болсаңыздар, әр мұсылманда осы мұсылман қорған кітап болған өте жақсы. Ода көп нәрсе дұғалар бар. Осы дұғаны айтады екен, Алла кешір оны, және оған тұрақтылық бер. Періште сұрақ қойғанда қиналмай, қорықпай, қалдырамай, дірілдемей, ойы шашырамай жауап бере алатындай болсын. Аллах Тағала оған тұрақты ет деп дұға қылуымыз қажетті болып келеді екен.
Осы нәрсені білгеніміз жақсы. Және де бір көрген нәрсеміз, осы жақында бір осындай оқиға болды. Қарағанды қаласында өзіміздің мұсылман бауырларымыздың бірі еді. Ол да айтыр мұсылманшылықты қабылдаған кезінде осындай бір жаңағы милиция қызметінде біраз жыл жұмыс істеген, өте сауатты, білімді, дінге сондай құлшынған бір бауырымыз бар еді. Оның сондай бір сауаттылығын және біреусі дінді түсінген соншалықты өзінің туған бауырлар мен әке шешесіне дінді үйрету үшін өте көп жүгіреді. Өте көп жүгіреді. Сол шешесі дінді тыңдасын деп, әкесі дін тыңдасын деп өте қатты қызмет жасайды. Өте қатты қызмет жасайды. Сөйтіп солар жүгіреді. Менің өзімді қанша мәрте шешесіне уағыз айтуға, әкесіне уағыз айтқызуға, ағасына уағыз айтқызуға алып барған. Кән сұрап, қай кезде уақытыңыз бос? Бір сағат болса ағасына звондап, екеуінің уақытын сәйкестендіріп, барып ол ағасын бар шақырып келіп, оған уағыз айтқызып, бәріне жүрді. Сондағы мақсаты шіркін-ай, бұлар дінді білсе екен, ертең ерте ме кеш пе бір өтіп кетсе, өкініште қалып кетпейін деген мақсаты ғой. Міне сол бауырмалдық деген осы, міне әке-шешені жақсы көру деген осы. Сөйтіп жүрді. Сөйтіп жүргенде Аллахтың қалауы, оның шешесі осы жақында дүниеге тапсырды, соған байланысты айтқан жан тапсырды, соған байланысты айтқан нәрсем. Сонымен жүрді дейді. Шешемнің айтыр, үйттім, бәрін мойындай бастады, бірақ намазға әлі келмейді, әлі бастамайды намазды, әлі маңдай сәждеге тимейді. Сонымен өмір өтіп жатты. Шіркін-ай, маңдай сәждеге тисе екен, дінді түсінсе екен, таухидты білсе екен деп армандап жүрді. Таухидты біле бастады, бірақ құлшылыққа келе бастамады. Сөйтіп жүрген кезде ол жігіттің және бір әдеті, әрқашан таң намазын мешіттен барып оқиды, қалдырмайды. Содан кейін бар таң намазын оқиды, намаз оқып біткеннен кейін сол мешітте отырады, бірақ тасбих қайырып, духа намазын оқиды, одан кейін жаңағы жұмысына кетеді екен. Көбінесе сол мешітке барған кезде костюмшең, шалбаршаң, қызметке баратын киіммен барып қалатын, содан болып қалады екен. Ол бауырымызды Аллах та біз ойлағаннан жоғары етсін, ол бауырымызға Аллах тағала өте хайырлы білімдер нәсіп етсін, ол бауырымызды мұсылмандарға үлгі етіп қойсын деп біз Аллахтан тілейміз. Сонда жаңағы бауырымыз сөйтіп жүрген кезде бір күні және таң намазына барса, мешітте адам қаптап жүр дейді, таң қалады. Ой, мынау не? Бұндай таң намазына келмейтін адамдар қайдан келіп қалды? Сөйтсе бұл қажылыққа баратқан кісілер екен, жолда көліктері бұзылып, қай жаққа барарын білмейді, бөтен жер, бәрі мешітке барыпты. Енді жаңағы көлікпен жете алмайтын жеткен, енді жермен баратқан визасын ауамен баратын визаға ауыстыру керек. Оған олардың шамасы жоқ. Бөтен жер, бөтен тіл, бөтен ақша. Соны бұлар не істерін білмей қиналып мешітте жүр екен. Мешітке алғаш келген жаңағы жігітті көріп қалады. Ұзын бойлы, сымбатты, үстінің бәрі киімі тап-таза, мынау тегін адам емес деген ойлайды. Жабысады, айналайын бауырым, бізге көмектес, жәрдем ет. Не болып қалды? Біз жолдан қалып кеттік, енді бізді қажылыққа жөнелтіп жібер дейді. Ой, менің қолымнан келмейді. Жоқ, сенің қолынан келеді. Аллахтың разылығы үшін. Ой, мен оны білмеймін. Жоқ, сенің қолынан келеді деп жабысады. Аллахтың разылығы үшін деп, кемпір бар, шалы бар, жасы бар, үлкені бар, жалынғаннан кейін бұл шынымен де бір сауап тауып көрейінші деп қолға алады. Кішкене компьютерді білетін жол бар еді, заңды білетін жол бар еді. Іздестіріп, қалай ауыстыруға болатын жолын тауып, басқасын қылып, қалтасының ақшасын шығарып, самолетіне, ұшағына үлгергізіп, бәрін өзі алып барып, шығарып сауап тұрған кезде Алла риза болғаннан оған айтады, енді не сұрайсың, соны айт дейді. Біз қажылыққа барған кезде сен сұраған нәрсеңді әкеп береміз дейді. Не сұрайсың, соны айтшы дейді. Бұл күніміз жиналып қаржымызды аямаймыз. Жоқ, маған ештеңе керегі жоқ, мен бұны Аллахтың разылығы үшін істедім. Жоқ, енді жарайды, ол сауабын саған берсін, біз саған бұны сатып алайын деп отқан жоқпыз сенің сауабыңды. Бірақтан біз сол енді бір ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Айтшы деп қоймай, жанын алқымдап, сосын есіне түсіп келеді. Менің анам бар дейді. Сол Меккеге жеткеннен кейін анама дұға қылыңдаршы, намаз оқысын дейді. Жарайды, болды дейді. Бұлар кетеді, кейін бұл қалады, кейіннен сол жаққа жеткен екен, Қағбаның түбіне барған екен, құлшылығын жасаған екен, кейін бұл жігітке телефонда звондапты. Ассалаумағалейкум, ва алейкум ассалам рахматуллах. Не болды? Біз сол сен жүрген адамдармыз. Міне осы Қағбаға келдік, сенің жаңағы талабымыз есімізге түсті, туған шешеңе дұға қылдық, Аллахтан тілегімізді тіледік депті да. Ой, рахмет, Алла разы болсын дейді. Үйіме барсам, шешем дәрет алып дейді. Не істейін деп жатсыз? Не істеймін, намаз оқимын деп айтады дейді. Іздеу керек жолдарын. Ертең сол өліп кетсе не істейміз?